Сәлем. Бұл Альберт Эйнштейн. Бұл әйгілі физик және ғалым. Бір кездері оның миы ұрлыққа түскендігін білесіз бе? Миы? Жоқ екен. Ұрлап кеткен. Қымырдаған. Эйнштейн өлгеннен кейін оның миын Томас Харви зерттеуге алған. Оның ұрлық атану себебі Эйнштейн тірі кезінде өзінің миын алуға тыйым салған. Бірақ бұл бергі жағы. Томас Харви миды ұрлап алғаннан кейін оған көптеген зерттеулер жасаған. Содан соң өзінің қызыққұмар достарының барлығына тегіннен сыйға тартқан. Соның себебінен Эйнштейннің миы бүкіл Америкаға таралып кеткен. Ал қазіргі кезде қалған мидың бөлшектерінің барлығы Мюттер университетінде сақтаулы тұр. Дегенмен, біз Томас Харвиді ұрлықшы және қылмыскер деп айыптай алмаймыз. Оның себебі ол адамзаттың болашағы мен дамуы үшін үлкен үлес қосты. Сеп тұр ма? Бір-бір. Біздің қызық деректер соншалық мықты, біздің операторда құлақ қалып жатыр. Сол үшін де бұндай деректер тағы естігің келетін болса, біздің каналға жазылып, лайк басып кет.